let's take a sit. I don't know, maybe I'm talking not right. I mean, with mistakes, but I'll start this video right now. Максимайзер таланты мені күні жақыннан көрместен кетпейтін сияқтымын, кажется. Машалла, красота. Ах, машалла. So, let's start. Hi. Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн, қайырлы кеш, қай уақытта көріп отырсаңыз да. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіз. Арнайы осындай орманға кетіп деп айтасың. Президентский парктың соңғы жағы, негізінде кеш батып келе жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай күн көрініп тұр ма? Батып жатқаны. Үйге қайтқалы отырмын қазір, бірақ YouTube'қа видео түсіріп тастағым келіп тұр. Жалпы видео мен кіммін, және де менің осы YouTube видеодан қандай пайда аласыздар, осы жайлы болмақ. Және де қазіргі таңда айналысып жатқан жұмыстарым жайлы, проекттерім жайлы кішігірім болса да айтып өткім келеді. Сонымен қатар міндетті түрде Алла қаласа жобамен алдағы уақытта бұл каналдан қандай видео көре аласыздар, қандай тақырыпта видеолар жалпы көретін боласыздар, соны жобамен айтып өткім келіп отыр. Жалпы бұл YouTube, яғни осыдан 4 жылдай бұрын ашылған болатын. Және де сол уақытта ең алғашқы жүктелген YouTube'дағы видеомыз әлі күнге тұр. 30 мыңнан астам просмотр жинаған қазір. Бұл осы біздің қазір жүргізіп жатқан Құран үйрену курсына қатысты, тәжвид курсына қатысты видео болатын. Ол жерде Хадиша ұстаз жүргізеді, яғни тәжвид үйретеді, және мен түсіріп тұрамын. Бұл қазіргі таңда да жалғасып жатқан курс, негізінде өте сондай бастамасы қызықты болған проект болды. Қазіргі таңда енді осы жаңа айтып өттім ғой, жүргізіп жатқан проекттеріміздің, яғни курстарымыздың бірі, жобалардың бірі осы Құран оқып үйрену курсы, Құран оқуға бір қадам деп аталады. Бастапқыда осылай аштық, әлі де сол атаумен тұр. Инстаграмымыз бар. Сонымен қатар мені де жақыннан танығыларыңыз келсе, сол Инстаграм парақшамды қалдырып өтемін. Жазылып қойыңыздар. Сонымен қатар Телеграм каналым бар. Инстаграм, Телеграмдарда әртүрлі ақпаратпен бөлісуге тырысамын, яғни бір-бірін қайталамайтындай. Және де бұл канал сіздерге несімен пайдалы болады? Осы уақытқа дейін түсіріп келе жатқан жалпы видеолардың атауы бұл Құранға қатысты, яғни Құран оқу әдебі. Бұл сабақтар жалғасады деген ойдамын, Алла қаласа. Ең аз дегенде осы Құран оқуға қатысты әдепті аяқтап тастағым келіп отыр. 4 қана әдеп өткен болатын біз сіздермен. Өте көп просмотр жинаған, соның ішінде бұл жалпы Құран оқу әдіс тәсілдері әйел кісілерге қалай Құранды тиімді жаттауға болады, жаттаудың әдіс тәсілдері үй жағдайында деген видео. Егер де 0-ден бастап Құран оқып үйренгім келеді десеңіз, және де 0-ден бастап прям до конца барлық ережелерді үйреніп кеткенше 3 айлық курсымыз бар. Толық курс жалпы 3 айға созылады. Ал егер сіз 0-ден бастап жаңағы жалпы араб тілінде әдемі жазуды, немесе араб тілінде кез келген мәтінді оқи алуды үйреніп шықсам да жеткілікті десеңіз, осы алғашқы курсты оқысаңыз болады. Яғни 0-ден басталған 1 айлық курс. 1 айлық курста жаңағы әліппе өтеміз, және де ереже өтеміз. Нәтижесінде бұл курстың нәтижесінде сіз жаңа айтып отқандай әдемі жаза алатындай, және кез келген арабша мәтінді, оның ішінде мысалға намазда оқылатын дұғалар бар, сүрелер бар, соларды, қысқа сүрелерді мысал үшін өз еркіңізбен оқи алатындай деңгейде үйреніп шығасыз, Алла қаласа. Бұл жалпы айта бергенше осы видеоның астына, егер де сіз біздің курсты бітірген болсаңыз, оқыған болсаңыз, өз нәтижеңізбен бөлісе отырыңыз.
шынымен де солай ма, бір ай ішінде үйреніп шықтыңыз ба? Иә. Жалпы сіздерге тағы бір сұрақ. Бұл каналда 4000-нан асқан екенбіз. Санымыз енді бұл жердегі қай уақытта сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы қай уақыттан бастап осы каналға жазылдыңыз және де қандай себеппен алдағы уақытта бұл каналдан қандай тақырыптағы видеолар көргіңіз келеді? Көбінесе. Бірақ енді сонда да сіздердің айтқан ұсыныстарыңызды ескере отырып, алдағы уақытта жоспарымыз өзгеруі мүмкін. Соның өзінде менің қазіргі таңда жоспарлап жатқан, ютубқа салғым келіп жатқан видеолардың тақырыбы бұл осы жаңа айтып өткендей Құран оқу әдебі, Алла қаласа. Және де бұл жерде сіздер білесіздер, мынау видео өңдеуге, фото өңдеуге қатысты видеоларды салып үйрететін, яғни фото видео өңдеуді ең қарапайым түрі Canva'да жұмыс жасауды үйрететін, сапалы видео немесе сапалы фото шығатындай етіп үйрететін видеолар салып бастаған болатынмын. Сол видеоларды салуды да жалғастыратын боламын, Алла қаласа. Яғни екі болды, екі түрі видео, яғни тақырыптардың. Бұл біріншісі әдепке қатысты, Құран оқу әдебіне қатысты. Екіншісі осы фото видео өңдеу. Кейін ақырындап мен осы жылы бір жылда 50 кітап оқуды мақсат қойған болатынмын. Қазір 8-ші ай, Алла қаласа 30 кітаптан асқалы тұр. Жалпы 7 ай ішінде 28 кітап оқып шыққан екенмін, альхамдулилля. Осы кітаптардан алған ойларымды немесе түйгенімді сіздермен бөлісуім мүмкін, немесе яғни кітап оқуға қатысты жалпы видеолар болады деген ойдамын, Алла қаласа. Бұл үшінші тақырып болса, енді келесі тақырып мен біріңіз білсеңіздер, мүмкін басқаларыңыз білмейтін шығарсыздар, түрік тілін үйретемін. Қосымша жаңағы Құран оқу курстарынан бөлек түрік тілі курсы бар. Түрік тіліне қатысты, жалпы тіл үйренуге қатысты видеоларда шығады деген ойдамын. Қазіргі таңда ағылшынымды да дамытып жатқан жайым бар. Сондықтан мүмкін ағылшын тілінде жаңағыдай влог түсіріп, арасында сондай түрлі осындай видеолар шығарып тұруым да мүмкін. Бірақ сіздерден қолдау керек. Осы уақытқа дейін видеоларды көріп, немесе біздің курстарды оқып пайда алған болсаңыз, шынымен де нәтиже шығарған болсаңыз, мен білем, араларыңызда 80% бізде оқыған қыздардың, сенімді түрде айта аламын, Аллаға шүкір, ең аз дегенде 80% студент бізде оқып, тек қана нәтижемен шығып жатыр, альхамдулилля. Егер де Құран оқып үйренгім келеді, осы Құран оқудың ләззатын сезінгім келеді, ол деген бір ішіне кіріп кетсеңіз өте керемет нәрсе. Яғни Құран оқи алсаңыз, сондықтан осы нәрсені, яғни Құран оқуды үйренгендеріңізді қалар едім. Ол үшін курс жайлы төменде жалпы номер қалдырамын, сол номерге жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Жалпы курс жайлы айтамын, қалай өтеді, курстың барысы, өту барысы, жалпы 0-ден бастаушы деңгей бар, жалғастырушы деңгей бар, Құран жаттау марафоны бар. Барлығын қазір айтып отырмай-ақ қояйын, сол номерге астында сілтеме бойынша өтсеңіздер, сол номерге жазсаңыздар, сіздің деңгейіңіз қайсы, 0-ден бастағыңыз келе ме, әлде жалғастырушы деңгей, яғни ережелерді, тәжвид ережесін толықтай үйреніп шығыңыз келе ме, немесе Құран жаттау марафонына қатысқыңыз келе ме, осы нәрселерді өз деңгейіңізді білсеңіз жазсаңыз болады. Және де видеоны пайдалы деп тапсаңыз, міндетті түрде өз құрбыңызбен бөлісіңіз. Бұл каналдың қыз келіншектерге арналған бір мотивациялық, сондай тіл үйренудегі, кітап оқудағы мотивациялық бір канал болған қалар едім. Сізде осы жолға қызықсаңыз, видеоларды қызықты болады деп тапсаңыз, жазыла кетіңіз, өзіңізді таныстыра кетіңіз міндетті түрде. Мені жақынырақ танығыңыз келсе, осында инстаграмды қалдырып қоямын, жазылып қойыңыз. Сол жерде күнделікті өмірім жайлы, немесе жекемен жазсаңыз да болады, кімсің, немесе жақынырақ әйел кісілер, қыз балалар тек қана жазсын, жақынырақ танысайық деген сияқты. Алматылық болсаңыз, мен
тауға шыққанды ұнатамын, осындай табиғатта жүргенді ұнатамын. Көбінесе осылай кездесулер ұйымдастырсақ болады. Жалпы осы келесі видеоларда көріскенше Аллах тағала амандық берсін отбасыларыңызға, және де сіздерге. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум. Достар, бір нәрсе көрсетейін ба? Қызық, короче, негізі орманға кіріп кеткен ғой. Орман дегенде қатты да енді прям орман деп орманда емес, бірақ қарап қалсам оң жағыма машалла. Субхана, бірақ шошып кеттім, қорқып кеттім. И үкі тұр, теріс қарап тұр, жаным сол. Мен бірінші рет көрім, шын айтам, бірінші рет көрім. Осылай жақыннан, прям қасына барайын десем қорқып тұрмын кішкене. Не істеймін, барайын ба? Қорқам, бірақ ладно, күн батып баратыр, үйге қайтқанымда шығар. Машалла, бірақ өте әдемі екен. Көрдіңіздер ма? Машалла. Ладно, қазір баруға тырысып көрейін. Как-то. Не знаю. Кажется, боюсь, бірақ. Жоқ. Үкінің басы бері қарай, ары қарап тұрса да, өзі бері қарай бұрыла береді ғой, кстати, Машалла, қараңызшы. Идеалет бармай қойыңызшы. Машалла. Жоқ, достар, мен бәрі бірде Гэллап тесті бойынша менде максимайзер бар. И максимайзер таланты мені үкіні жақыннан көрместен кетпейтін сияқтымын, кажется. Машалла, красота. Ах, машалла. Шкетті, бірақ. Красота. Ладно. Главное, келдік қой, жаным. Біраз осындай адаммын. Жақсы, ассаламу алейкум. Келесі видеоларда көріскенше.